Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бүгін әлеуметтік лингвистика пәні бойынша 13-ші лекциямызды бастаймыз. Бұл лекцияның тақырыбы тіл және саясат. Бұл сабақта мынандай мәселелерді қарастырамыз. Бірінші, тіл саясаты, тіл дамытудағы орны мен мәні. Екінші, тілдердің құқықтық мәртебелері. Үшінші, тілдердің қолданылуын заң арқылы реттеу. Құрметті білім алушылар, лекцияда қарастырған алғашқы мәселе тіл саясаты, тіл дамытудағы орны мен мәні деп аталады. Тіл саясаты жер жүзінде кеңінен етек алған және ғұмыры ғасырлармен есептелетін көне саясат. Ол әлемдегі күллі мемлекеттерде ресми жариялануда, кейбір реттерде елде бейресми түрде көрініс беруде мүмкін. Тіл саясаты дегеніміз қоғамның тілге саналы түрде әсер етуіне байланысты туындаған және үздіксіз даму үстіндегі категория. Тіл саясаты әлеуметтік топтардың бәріне тән, соның ішінде көбінесе тікелей мемлекетке қатысты ұғым. Мемлекет халқы мейлі бір ұлттан, мейлі көп ұлттан құралған болсын, бәрібір тіл проблемаларынсыз болмайды. Айталық, бір ұлтты мемлекеттегі тіл мәселесі тіл мәдениетін арттыру, әдеби тіл жүйесін жетілдіру, нормаландыру бағытында таза лингвистикалық сипатта болса, көп ұлтты мемлекетте қайшылық көбіне тілдер арасындағы өзара қарым-қатынастан туындап, саяси лингвистикалық реңкке ие болады. Сондықтан тіл мәселесі саясатқа тіреледі. Тіл мен саясат өзара тығыз байланысты категориялар. Тіл саясаттың әрі нысанасы, әрі құралы. Ал саясат тіл тағдырын шешетін мемлекеттік өзіндік ұстанған бағыты, шаралар жүйесі. Демек, қандай да бір мемлекеттегі тілдердің қоғамдық қызмет ауқымын саналы түрде арнайы дамытуға болатыны, немесе болмайтындығы туралы мәселенің басын ашып алу керек. Жалпы әлемдік тәжірибеге назар аударсақ, тіл екі түрлі жолмен дамиды да, құриды да. Оның бірі өзінен өзі арнайы ұйымдастырылмаған стихиялы түрде дамиды, не қолданыстан шығып құриды. Екіншісі, қоғам мемлекет тарапынан керекті бағытта жоспарлы түрде арнайы дамыту, не жою. Ендеше қоғамдағы не белгілі бір мемлекеттегі тіл мәселелерін шешу мақсатында белгіленген шаралар мен идеологиялық принциптер жиынтығы тіл саясатын құрайды. Бұл жөніндегі толық мәліметті Дешереевтің «Языковая политика» деген Мәскеуден 1990 жыл жарық көрген лингвистический энциклопедический словарь атты сөздігінен оқуларыңызға болады. Сонда тіл саясат дегеніміз мемлекет қоғамдық ұйымдар тарапынан жүзеге асырылатын қоғамдағы тілдік ахуалды өзгертуге немесе тұрақтандыруға бағытталған саяси, әлеуметтік және лингвистикалық шаралар жүйесі. Елдегі тілдік ахуалдың әртүрлі болуына байланысты тіл саясатта алуан түрлі болып келеді. Тіл саясатының өзіндік сипатына қарай әр ұлттың ана тілі тағдыры шешіледі. Айталық, демократиялық бағыттағы саясат ұстанған мемлекет әр этностың ана тілінің өмір сүруі мен дамуына жағдай туғызса, кертартпа саясатқа бой ұрған мемлекетте бірде екілі тілдің дамуына ғана мүмкіндік туғызып, қалғандарын іс жүзінде тежеп, шағын этностардың ана тілін оларды бірыңғай мемлекеттік әкімшілік тіліне көшіруге тырысады. Осы жолда қолда бар мүмкіншіліктердің баршасын іске қосып бағады. Олай болса, тіл саясаты екі түрлі бағытта жүргізіледі деп түйуге болады. Бір бағыты тілді тұншықтыру, екінші бағыты тілдердің еркін дамуына жағдай жасау. Біздің елімізде кеңес өкіметі заманында осы тіл саясатының бірінші бағыты қазақ тілінің болашағы жоқ тіл ретінде қарастыру, оның барлық өмір салаларындағы қолданыс аясын тежеп, тұншықтыру саясаты жүргізіліп келді. Қазақтарды өз еркімен, өз ана тілінен бездіру саясаты жүзеге асты. Осындай тәжірибеге назар аударсақ, әлеуметтік лингвистикалық зерттеу өз мақсатына орай кез келген жүзеге асырылып отырған тіл саясатының мәселелерін, оның идеологиялық негізі мен практикалық нәтижелерін бірдей қарастыратынына көз жеткіземіз. Енді осы зерттеулерге назар аударайық. 1959 жылы Хауген алғаш
рет айналымға тілдік жоспарлау терминін енгізді. Бұл термин бастапқыда тіл нормасы, тіл мәдениеті, тіл этикасы деген сияқты ұғымдарда қолданылды. Кейін Хауген оны мынадай ұғымдарда қолдануды ұсынды. Бірінші, норма таңдау, екінші, нормаларды жүйелеп бекіту, үшінші, тілдік бірлестікке жаңа нормалар енгізу. Осы бағытта тілдер дамуын жоспарлау мен реттеудің тетіктері жасалып, сол бағытта түрлі зерттеулер жүргізілді. Олар түрлі елдердің ішкі және сыртқы саясаттағы ұстанымдарына, идеологиялық принциптеріне қарай жүзеге асып, өз нәтижелерін берді. Лекцияда қарастырылатын екінші мәселе тілдердің құқықтық заңды мәртебелері деп аталады. Енді осы мәселеге назар аударып, мұқият тыңдағандарыңызды сұраймын. Адамзаттың барлық әлеуметтік, мәдени, тарихи сияқты тілдердің де қарым-қатынастық иерархиясы басым көпшілігінде арнайы ұйымдастырылмаған түрде, стихиялы түрде қалыптасқан. Ал тілдердің заңдылық рангілерін адамдар өздері береді. Сондықтан да бұл тілдердің субъектілік және жасанды мінездемесі болып табылады. Алайда тілдердің әлеуметтік лингвистикалық типологиясында бұл белгі өте маңызды, тіл саясатының актісі ретінде өте қызық. Енді осы бағыттағы заңды термин анықтамаларды атап өтейік. Тілдердің өзара қатынасын заңды түрде реттейтін елдердің заңдарында тілдердің құқықтық мәртебелері бір, не екі, не үш терминмен анықталады. Алайда бұл терминдер жиынтығы 10-нан аса анықтаманы қамтиды. Мысалы, бірінші, мемлекеттік тіл немесе ресми тіл. Бұлардың біріншісі мемлекеттік тіл деген терминді қазіргі ТМД елдерінде, соның ішінде Қазақстан Республикасында қолданады, ал қалған әлем мемлекеттерінде ресми тіл деген термин қолданылады. Бұл терминдер бір мемлекет аумағында синоним сөздер ретінде қолданылады. Екінші, уақытша мемлекеттік тіл. Бұл термин Үндістан Республикасындағы ағылшын тілінің мәртебесі ретінде пайдаланады. Үшінші, штаттың ресми тілі. Бұл Үндістанның 14 штаты үшін Конституцияда бекітілген термин. Төртінші, одақтас автономия республика тілі, ұлттық округ тілі. Бұрынғы КСР мен одақтас республикалар конституцияларында қолданылған термин. Бұлардан басқа тағы да мынадай терминдер кездеседі. Ұлтаралық қатынас тілі, түпкілікті ұлт тілі, титулдық ұлт тілі, азшылық ұлыстар тілі, көпшілік халықтың тілі, ұлыс тілі. Бұл бұрынғы Югославия конституциясында ұлт тілінен айыру үшін қолданған жергілікті тілдер. Енді лекцияда қарастырылатын үшінші мәселеге келейік. Бұл ұлттық тілдік саясаттың деңгейлері деп аталады. Әлемдік тәжірибеге назар аударсақ, қалыптасқан қызмет түріне қарай ұлттық тілдік саясаттың өзіндік әрекет ету иерархиясы мен логикасы бар. Оның негізгі деңгейлері мынандай. Бірінші, тіл саясатын идеологиялық қамтамасыз етудің тұжырымдамасын жасау. Екінші, тілдердің қоғамдағы өзара қарым-қатынасын заңмен бекіту. Үшінші, тілдердің өзара қарым-қатынасын әкімшілік бақылау және реттеу. Төртінші, тілдік нормаларды кодификациялау. Бесінші, тілдік саясатта қаржы экономикалық тұрғыдан қамтамасыз ету. Құрметті білім алушылар, зейін қойып отырсаңыздар, тіл саясаты дегенімізді тілдерді қолдануды реттеуге бағытталған барлық саналы әрекеттер деп түсінген жөн. Осылай түсінсек, біздің әрқайсымызда мынандай сұрақтар тууы мүмкін. Тілге қатысты адамдардың қандай әрекеті, мақсаты болуы мүмкін? Адамдар тілде нені өзгерткісі келеді? Әдетте қоғамның қажетіне қарай тіл өздігінен өзгермеуші ме еді? Егер тек өздігінен өзгеріп қана қоймай, адам арқылы өзгеруі қалай жүрмек? Адамдар тілге қалай саналы әсер ете алады? Ол қаншалықты іске асады?
тіл саясатын кім жоспарлайды және кім жүргізеді? Енді осы сұрақтарға жауап беріп өтейік. Көптеген елдерде тіл саясатының субъектісі әр алуан мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен институттар болып табылады. Оларда өмірдің үш саласы байланыстырады. Бірінші мектеп, екінші кітап бастыру, бұл кейінгі баспасөз, радио, кино, теледидар. Үшінші қоғамның этникалық қарым-қатынасын реттеу мәселесі. Адамдардың саналы әрекетін қажет ететін тілдің негізгі үш түрлі саласы мыналар. Бірінші графика және орфография, екінші терминология, үшінші тілдің нормативті стилистикалық жүйесі. Тіл саясатын жүзеге асыратын субъектілер тізімі мынадай. Бірінші этносаралық қатынастар істері жөніндегі комитеттер, министрліктер, департаменттер. Екінші мектеп және арнаулы білім беру мекемелері, министрліктер, департаменттер. Үшінші масс-медиа. Төртінші ғылыми мекемелер. Құрметті білім алушылар, енді лекциямыздағы төртінші мәселеге назар аударыңыздар. Бұл тілдердің қолданылуын заң арқылы реттеу деп аталады. Тілдердің қоғамда қызмет етуін заңдылық реттеу әдетте этникалық қостілдік ахуалына қажет. Ол тілдердің ресми мәртебелерін, қолданылу құқығы мен салаларын заңдылық тұрғыдан анықтайды. Көп тілдік жағдайында заң тілдерге тең немесе тең емес мәртебе беруі мүмкін. Алайда мәртебелердегі заңдылық, теңдік, теңсіздік мемлекеттік саясат бағытының шынайылығын көрсете алмайды. Көптеген елдерде тіл туралы заңдар жасалу дәрежесіне қарай әртүрлі болып келеді. Көп жағдайда заңдар тілдердің ресми мемлекеттік салаларында қолданылуын реттеп, жеке өмірдегі тілді таңдауға, жұмыстағы бейресми қатынастарға араласпайды. Зайырлы мемлекеттерде тіл туралы заңдар діни бірлестіктер мен ұйымдарға тарамайды. Заңдар әдетте сөз таңдау, сөз формасы, сөзді дыбыстау тағы мәселелерін қозғамайды. Бұл заңдардың немесе билік органдардың міндеті емес. Лингвистиканың тіл нормаландыру аймағы, ішкі тілдік саясат, тіл мәдениетінің мәселесі. Көптеген елдердің тіл туралы заңдарында заңдылық тұрғыдан реттелетін объектілер құрамы бір-біріне сәйкес келе бермейді. Біршама типті объектілер мыналар. Бірінші, тілдің ресми заңдылық мәртебесі. Екінші, тілдің қолданылуы мүмкін немесе міндетті болып табылатын әлеуметтік өмір салалары. Үшінші, білім беру саласындағы социумның тіл қолдану ерекшелігі мен дәрежесі. Осыларды қорыта келгенде, бүгінде қазақ тілінің жағдайына байланысты мыналарды айтуға болады. Бірінші, қазақ тілінің қарым-қатынастық рамкасы жан-жақты зерттелу керек. Бұл оның бүгінгі кезеңдегі хал жағдайына әлеуметтік лингвистикалық сипаттама беру деген сөз. Екінші, қазақ тілінің заңдылық рангысын нақтылау керек. Бұл оның мемлекеттік мәртебесін іс жүзіне асыру деген сөз. Үшінші, қазақ тілінің жағдайын жақсарту бойынша нақтылы іс-шаралар белгілену қажет. Бұл адамдардың тілді саналы түрде дамыту мүмкіндігін іске қосу деген сөз. Осымен сабағымыз аяқталды. Көңіл бөліп тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.